Сәлем балалар, бүгін біздің каналда математика 4-ші сыныптың 5-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы көп таңбалы сандар мен арифметикалық амалдар орындау. Балалар, бірінші есепке назар аударыңдар. Кестені оқып, сандарды дөңгелекте. А миллионға дейін, Ә жүздік мыңға дейін, Б ондық мыңға дейін. Жыл басындағы 17 жасқа дейінгі балалардың саны. Бұл жерде балалар 2016 және 2017 жылдар берілген екен. Оның ішінде барлығы және ұл қыздар болып бөлінген. Енді балалар есептейік. Мына суретте балалар А нұсқасында миллионға дейін, бұл жерде 2016 барлығы ұлдар және барлығы қыздар. Осылай көрсеттім сендерге. Мына 5.459.028-ді дөңгелектегенде 5 миллион болады. 5.623.387-ні миллионға дейін дөңгелектесек 6 миллион болады. Келесі ұлдар 2016, қыздар 2017. Бұл жерде 2.803.263-ті дөңгелектегенде 3 миллион болады. 2.889.156-ны дөңгелектегенде миллионға дейін 3 миллион болады. Келесі қыздар 2016, қыздар 2017. 2.655.765-ті миллионға дейін дөңгелектесек 3 миллион болады. 2.734.231-ді миллионға дейін дөңгелектесек 3 миллион болады. Келесі Ә нұсқасы балалар жүздік мыңға дейін. 5.459.028-ді жүздік мыңға дейін дөңгелектесек 5.500.000 болады. 5.623.387-ні жүздік мыңға дейін дөңгелектесек 5.600.000 болады. Міне балалар, осылай бәрін жазбасыңдар болады. Соңғы балалар Б нұсқасында ондық мыңға дейін 5.459.028-ді ондық мыңға дейін дөңгелектейтін болсақ 5.460.000 болады. 5.623.387-ні ондық мыңға дейін дөңгелектейтін болсақ 5.620.000 болады. Мені осылай балалар арғарай жазбасыңдар болады. Келесі балалар екінші тапсырманың А нұсқасы. Сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Міне балалар, екінші есептің А нұсқасы. 52.369 тең болады 50.000 қосу 2.000 қосу 300 қосу 60 қосу 9. Осылай балалар қалғандарында жазбасыңдар болады. Келесі балалар, екінші есептің Ә нұсқасы. Берілген сандардан бірге артық және бірге кем сандарды ата. Берілген сан бізде 52.369. Демек 52.369-ға дейінгі сан 52.368. Ал 52.369-дан кейінгі сан 52.370. Келесі, берілген сан бізде 125.500. Бірге кемітсек 125.499 болады. Ал бірге арттырсақ 125.501 болады. Дәл осылай балалар қалған есептерді көріп жазбасыңдар болады. Келесі балалар үшінші тапсырма есептеуді қалай орындау керектігін түсіндір, есепте дейді. Бұл жерде А нұсқасында 8 азайту 3 тең 5, 8.000 азайту 3.000 тең 5.000, 60 қосу 20 тең 80 және қалғанда есептерін көріп жазбасыңдар болады. Бұл жерде А және Ә нұсқалар көрсетілген. Келесі балалар төртінші есеп. Қазақстан туралы мәліметтерді бірлік мыңға дейін дөңгелектеп көшіріп жаз дейді.
Бұл жерде балалар Қазақстанның жер аумағы 2.724.900 километр квадрат дейді. 01.01.2019 дейді, яғни 1 қаңтар 2019 жылғы көрсеткіші бойынша Қазақстанда халық саны 18.395.567 адам дейді. Және ірі су қоймалардың ауданы берілген, Каспий теңізінің, Арал теңізінің және Балқаш көлінің. Ауданы бойынша ең үлкен облыс Қарағанды облысының ауданында берілген екен, 428.000 километр квадрат. Енді балалар бірге есептейік. Бұл жерде 2.724.900 километр квадрат дейді. Осыны біз енді бірлік мыңға дейін дөңгелететін болсақ, 2.725.900 болады. Келесі, Қазақстанның халық саны 18.395.567 дейді. Осыны бірлік мыңға дейін дөңгелететін болсақ, 18.396.000 болады екен балалар. Және қалғандарында осыған қарап жазбасыңдар болады. Балалар, келесі 5-ші тапсырма есепте дейді. 87.900-ден 3.000 азайтамыз, одан 500 азайтамыз. Сонда балалар 87.900-ден 3.000 азайтқанда 84.900 болады, одан 500 азайтқанда 84.400 болады. Келесі 126.987-ден 20.000 азайтқан кезде 106.987 болады, одан 80-ді азайтқан кезде 106.907 болады. Қалған есептердің барлығы балалар осы екі есепке ұқсас болып шығарылады. Келесі 6-шы тапсырма, теңдеулерді шеш. Келесі бала 7-ші есеп. Есепте топ ішінде кім жылдам есептейді? Мына бағандардың құрылу заңдылығын тап. Өзің осындай мысалдар бағаны ойластырып, қайтадан есепте. Бұл есепте балалар бізге екі баған берілген екен. Бірінші бағанда қосу амалы, екінші бағанда азайту амалы. Қосу амалында да, азайту амалында да бізде бірлік, ондық, мыңдық, жүздік және 10 мыңдықтар берілген екен. Осыларды қосып, азайтып есептер шығарылады. Келесі бала 8-ші тапсырма, сандарды оқы. Заңдылықты анықта, заңдылықты жалғастыр, тағы 3 сан жаз дейді. Төменде бізде балалар қарасаңдар, көк, сары және жасылдың ішінде сандар тұр. Енді соларды оқиық. 120, 021, 230, 032, 340, 043. Бұларды қарасаңдар, бұлардың бәрі кері жазылған. 120, енді терістен оқитын болсақ, 021 болады. Келесі 230, 032. Келесі 340, терістен оқитын болсаңдар, 043 болады. Және де тағы да бір заңдылықты қарасыңдар, бұл жерде жүздіктеріне мән беріңдерші. Бірінші көктің ішіндегі жүздікте 100 деп тұр, сарының ішіндегі жүздікте 2 деп тұр, және жасылдың ішінде жүздік 3 деп тұр. Яғни 1, 2, 3 деп тұр. Енді бірліктеріне мән беріңдер. Көктің ішіндегі бірлік 1, сарының ішіндегі бірлік 2, және жасылдың ішіндегі бірлік 3. Ал бұл жерде 3 сан жаз деп тұр. Соның ішіне мен сендерге мысал келтіріп қойдым. 550 теріс қарай оққанда 0,55 болады. Келесі 650 теріс оққанда 0,56 болады. 750 теріс 0,57 болады. Және бұлардың жүздіктеріне мән беріңдер. 5, 6, 7. Енді бірліктеріне мән беріңдер. 5, 6, 7. Келесі балалар бізде 9-шы тапсырма. Деректер бойынша кесте құр және таудың ең биік нүктелерін өз суретіне қарай орналастыр. Берілген сұрақтарды пайдаланып есептер құрастыр. Нешеге биік және нешеге аласа сөздерін пайдаланып, мына жерде мен сұрақтар жазып қойдым. Мұзтау шыңы Абай шыңынан нешеге аласа, яғни нешеге аласа деген сөзін қолдандым. Және Талғар шыңы Абай шыңынан нешеге биік, бұл жерде нешеге биік деген сөзін қолдандым. Келесі Жеңіс шыңы Ұлытау шыңынан нешеге биік деген сұрақтар құрастырдым. Енді келесі бізге кесте құрастыру керек екен.
яғни ол кестеге ең биік нүктелері менен өсу ретін жазу керек. Мына жерге мен сендерге нұсқаулық ретінде көрсетіп қойдым. Осыдан әдемілеп дәптерлеріңе жазып алыңдар. Келесі балалар 10-шы тапсырма есепте дұрыстығын тексер. Осымен балалар сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабағыма лайк басып тіркеліп алдыңдар.